2025 жылдың жазы шулы трансферлерге толы кезең. Көптеген жұлдызды ойыншылар команда ауыстырды, ал кейбір клубтар нағыз тосын сый жасады. Бүгін біз саған мәресіне жеткен ең басты 10 трансфер туралы айтып береміз. Қайсысы сәтті, қайсысы күмәнді, оны өзің шеш. Сонымен бастайық. Достар, видео париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Нөмір 1. Трент Александр-Арнольд. Реал Мадрид. Ливерпульдің қорғаушысы Трент ақыры командасынан кетті. АПЛ-дағы чемпиондық атақ кетпеші деп жылаған жанкүйерлердің көз жасы, әріптестердің «Ей, қал қайтесің» деген сөздері де оны көндіре алмады. Тренттің көздегені ұзақ уақыттан бері оң қаптал қорғаушы мәселесі бар Реал. Ол Ливерпульмен келісім шартты ұзартпауға шешім қабылдап, жаңа сынаққа қарай қадам жасады. Осылайша Трент мерсисайдтықтармен 9 маусымнан кейін қоштасып отыр. Мадридтіктер клубтық әлем чемпионатына дейін Трентті қатарында көргісі келгені соншалық еркін агент болса да 10 миллион евро өтемақы төлеуге дайын болды. Испаниялықтардың Александр-Арнольдтың талантына деген ерекше ықыласын қарсы алу видеосынан да байқауға болады. Онда 2018-2019 жылғы маусымдағы Чемпиондар лигасының жартылай финалында Ливерпуль Барселона қақпасына бұрыштамадан соққан голына ерекше назар аударылған. Демек, корольді клуб Тренттен дәл сондай ерліктерді Эль Классикада күтіп отырған сияқты. Нөмір 2. Матеус Кунья, Манчестер Юнайтед. Қайшылыққа толы трансфер. Бір жағынан Кунья мансабындағы ең үздік маусымын өткізіп, АПЛ-де Wolves голдарының 40%-на қатысты болды. Екінші жағынан МЮ чемпиондар лигасына өте алмай Еврокубоктарсыз қалды. Бұл жүздеген миллионнан айырылу және үнемдеуді бастау деген сөз. Осындай жағдайда үлкен шығындар түсініксіз көрінеді. Бразилиялық болса өзіне сенімді. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша ол 10-шы нөмірі бар жейде сұрап, өзін көшбасшы ретінде көреді екен. Нөмір 3. Дин Хейсон, Реал Мадрид. Маусым қорытындысы бойынша Реал қорғанысты жаңарту қажет екенін түсініп, еш саудаласпай-ақ Испания құрамасының болашағы бар қорғаушысын сатып алды. Енді Хейсон клуб тарихындағы ең қымбат қорғаушы. Қызығы, 2021 жылы ол Мадридке көшу мүмкін еді. Бірақ 16 жасар жігіт Ювентусты таңдады. Жаңа ел, жаңа тіл мен мәдениетті тану үлкен мүмкіндік деді сол кезде Хейсон. Алайда Туринде бәрі сәтсіз болды, бірақ 3 жылдан кейін Борнмутқа ауысуы дөп түскен шешімге айналды. 195 сантиметрлік қорғаушы бірден АПЛ-дің үздік жас футболшылар тізіміне енді. Енді Ла Лигада да өзін дәлелдеуге тырысады. Нөмір 4. Жан-Клер Тодибо, Вест Хэм. Өткен жазда Вест Хэм қорғанысқа қыруар ақша жұмсады. Бұл іске 65 миллионға жуық евро қарастырылды. Нәтижесінде Килман мен Уан-Биссаканы сатып алып, Тодибоны жалға алған. Бірақ бұдан нәтиже шықпады. Лондондықтар маусымда тек 14-ші орында аяқтап, мұның алдындағы көрсеткіштен де аса алмады. Қайта жарақат алып жүрген француз бір айдан астам уақыттан бері алаңға шықпаған. Ал оны жалға алу кезінде кейін міндетті түрде сатып алу шарты болған. Яғни команданы күшейтуге кеткен жалпы шығын 100 миллионнан асты десе болады. Вест Хэмнің бұл шешімі ақтала ма? Бұл тиімді шешім бе? Сұрақ көп. Нөмір 5. Джереми Фримпонг, Ливерпуль. Жарайсың, Ливерпуль. Мерсисайдтықтар Трент кеткен соң шұғыл әрекет етіп, үлкен ақша шашпай Бундеслиганың үздік қорғаушыларының бірін алды. Фримпонг Англияға бейімделуде қиындық көрмеді. Ол Ман-Сити академиясының түлегі, бірақ Гвардиоланың жүйесінде орны болмаған. Десе де енді жаңа чемпионға көмегі тиер. Айтпақшы, кімнің қай командаға кеткен, кімнің қандай жоспары барын білгің келсе, Спортпульс сайтына кір. Бұл жерде сен өзіңе қажетті барлығы ақпаратты табасың. Футбол әлемінің қақ ортасына кір. Жаңалықтарды жай ғана оқып қоймай, әр матчтың артында не тұрғанын біл. Инсайдерлік ақпараттар, пікірлер, сараптамалар, бір сөзбен айтқанда досым, футбол әлеміне толық ену мүмкіндігін пайдалан. Сонымен әрі қарай жалғастырайық. Нөмір 6. Лиам Делап, Челси. Челси тағы бір Ман-Сити тәрбиеленушісін бағып алды. Палмердің артынан Стэнфорд Бриджге Ипсвич құрамында команданың 33% голын соққан Делап келді. Оның бұрынғы клубы маусым қорытындысы бойынша АПЛ-де 19-шы орын алғанымен, шабуылшының өзі маусымның үздік жас футболшылары тізіміне енді. Команданың төменгі лигаға түсуі өтемақы сомасын азайтты. Челси бұл мүмкіндікті МЮ мен Ньюкаслдан бұрын пайдаланып үлгерді. Лиам 9-шы нөмірді алудан қорықпапты.
Бұл лондондық клубта ауыр жейдеге айналған. Кезінде осы нөмірде ойнаған Торрес, Игуаин, Фалькао, Марата бәрі сәтсіздікке ұшыраған. Мүмкін Делап бұған нүкте қоятын шығар. Қалай болса да оған сәттілік тілейміз. Нөмір 7. Эстеван, Челси. Бұл трансфер жайлы өткен жазда-ақ белгілі болды. Бірақ Эстеван Англияға енді ғана келді. Өйткені АПЛ-дың ережесі бойынша тек 18 жасқа толған ойыншыны ғана тіркеуге болады. Десе де бразилиялық уақытын бос өткізбеді. Еліндегі біріншілікте 18-ге толмаған ойыншылар арасында 20+ нәтижелі балл жинаған тұңғыш футболшы атанды. Тіпті Неймардың көрсеткішін жаңартты. Әзірге Челси сияқты үлкен құрамда бірден орнығуы екіталай, бірақ оның таланты жетерлік. Палмейрас келісім шартқа мүмкін болатын алтын доп үшін бөлек бонусты бекер қоспаған сыңайлы. Нөмір 8. Николас Гонзалес, Ювентус. Ювентустың классикалық схемасы. Өткен жазда туриндіктер Гонзалесті сатып алу құқығымен жалға алды. Аргентиналық итальяндықтардың сапында жақсы өнер көрсетті. А сериясында 26 ойынның 23-не ол бастапқы құрамда алаңға шықты. Егер күздің ортасында ұзақ жазыла қоймаған жарақаты болмағанда, оның саны бұдан да көп болар еді. Өкінішке орай бұл футболшының жарақаттары Фиорентинада да көп болған. Нөмір 9. Ян Коута, Боруссия Дортмунд. Коута 2020 жылдан бері Ман Ситиге тиесілі, бірақ АПЛ-де бірде-бір рет ойын өткізбеді. Оның орнына 4 жалға беру. Соңғысы толыққанды трансфермен аяқталды. Соның өзінде міндетті сатып алудың себебінен. Боруссия өткен жылы қабылданған шешімге қазір өкініп отырған болуы мүмкін. Бразилиялық маусымда көзге көріне алмады. Небәрі 10 рет негізгі құрамда шықты. Ал келісім шартқа жауапты техникалық директор сонау ақпанда қызметінен босатылған екен. Нөмір 10. Кевин Данза, Тоттенхэм. Тоттенхэм Данзаны қысқы трансфер кезеңінің соңында жалға алды. Бұл жарақаттардан әлсіреген қорғанысты нығайту үшін жасалған әрекет еді. Бірнеше айдан кейін-ақ клуб тарихында тұңғыш рет Европа лигасына ұтып трофейлік құрғақшылықты тоқтатты. Аренданың соңы міндетті сатып алумен аяқталды. Енді австралиялық қорғаушы лондондықтардың намысын Чемпиондар лигасында қорғайды. Мінекей осы. Әрине жазда клубтар дәстүрлі түрде жаңа маусымда жетістікке жету үшін құрамын күшейтуге тырысады. Ал саған қай трансфер қызық болды? Қай команда ақылды сауда жасады? Ал кім тәуекел етті деп ойлайсың? Пікір жаз, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа. Алда сені талай қызықтар күтеді.